Сол қара түбекте адамдар етпен қамтамасыз етіп отырған жаңбыршы және жақсылық ата болды. Екеуі де қақпаншы адам. Қақпан салады. Жаңбыршы ата жақсылық атамнан үлкен. Бүгін мен жаңбыршы ата туралы айтайын. Жаңбыршы ата менің Молдабай көкемнің туысы. Ұруы Құрманай Қожет Мықтыбай. Өте зерделі аңшы. Аңның ізіне қарап, қайда бара жатыр, саны нешеу, қай жерге барып түнейді, бәрін біліп отырады. Қара есегі 30-дай қақпаны, екі қаралы төбеті мылтығы болды. Жұрт бұл адамды қолы қанды адам дейтін. Жеке аң құс аулағанды жақсы көреді. Салған қақпаны бос қаппайды. Үлкен әкем Молдабай айтып отыратын, осы ағам аңның қақпанға айналып қайтып келетін қайдан біледі деп. Бір жазы сол қара түбектен 63 жылдары 12 қасқыр алды. Жаңбыршы атам мені, кенжеқараны жинап алып, үлкен қара қазанға 5-6 қақпанды салып, үстіне су құйып, малдың тезегін араластырып, 2-3 сағат қайнаттырып, қақпанға малдың тезегінің иісі әбден сіңген соң қақпанды алдыратын. Кейде біздің ерініп қайнатқымыз келмейді. Сонда атам айтатын, әй, сендерге мен ертең киікті қайдан алып келем? Қақпаннан темірдің иісі шықпау керек. Әсіресе қақпандардың ішінде қанды қақпа деген қара қақпан болды үлкен. Оған ерекше өзі қарайды. Бұл қақпаннан ешбір аң құтылмайды. Қасына 10 метр келген аңды өзі шақырып алады деп, оны алашаға бөлек орайтын. Осы қақпан Бозөзек деген жерде бір мақұлықты қолға түсірді. Оқиға 1964 жылы болды. Әңгіменің басында айтылды, жаңбыршы атам аң құсты жалғыз өзі аулайды. 5-6 жылдан бері бір мақұлықтың ізін көреді. Ізі аң не адамның ізі емес. Жылда ізі бір-ақ рет көреді. Сол ізге әйгілі қанды қақпанды салған. Атам аңына кешкі сағат 11-лер шамасында келеді. Ол кісінің келе жатқан төбеттері үріп, алыстан білдіреді. Қақпана атам келгеннен кейін кемпірі Маржан шеше келіп, молда бала, ағаң шақырып жатыр деп үйге келді. Атам Молдабай ағасына кетіп қалды. Бір сағаттан кейін атам келді. Білмеймін, ауырып отыр ма, ертең қақпанға бірге барайық депті. Теңіздің қолтығына қарай адам жүре алмайтын қалың сексеуілдің ішіне ендік. Алдымыздан алыстан мола көрінді. Молаға қарай қақпанды сүйретіп бара жатқан аңның ізін көріп келем. Бірақ ағам, Молдабай, қорықпа, жақындағанда өзім барып алам деді. Көп бейітке 40-30 метр қалды. Ағам есектен түсіп, оны маған беріп, қолына мылтығын алып, бір бейтке жақындады. Мен артынан қарап тұрмын. Молаға жақындағанда басындағы бас киімін көзімен басып, мақұлыққа жақындап, қақпаның серіппесін басып, қақпанды босатып, есегіне келіп, артымызға қарамай жүріп кеттік. Төбеттердің обасы ауылға байлап кеткен. Ауылға жақындағанда аға, қақпанға не түсіпті? Бағара түсің бұзылып келді ғой дедім. Әй, Молдабай інім, бұны ешкімге айтпа. 30-40 жыл қақпан салғанда бірінші рет кезігіп отырмын. Тек қара қақпанды қимай сені ертіп келіп отырмын. Өзім де сол мақұлық шығар деп ойлап едім. Бірақ ол мақұлықтың атын маған айтқан жоқ. Қақпанды көп ұзамай жақсылық атам екеуі бір жаққа жоғалтты деп атам әңгімесін аяқтады. Кейін балалары, осы кісінің Құрманбек, немересі Бекмырза аталарының жолын жалғастырып келе жатыр.